Ғажап қой мынау, не ұшып келеді? Хат қой мынау, мұнда не жазылған екен? Алақай, ашып оқып көрейік. Ару, сен Ақ-алтынмен апталған Арал деген жерге келдің. Осыдан сен 7 жерді аралайсың. Аралаған жерлерден табатын сиқырлы кілттерің болады. Ал Аралдан сен арман кілтін табуға тиіссің. Келесі аялдамаға баруға саған арнайы хат келеді. Ой, қандай қызық! Сәлем, достар! Істерің сәтті болсын. Достар, сендер осында тұрасыңдар ма? Я, рахмет тілегіңе. Біз осында тұрамыз. Саяхаттап жүрсің бе? Атың кім сенің? Менің атым Ару. Достар, маған осы жерден арман кілтін табуға көмектесесіңдер ме? Кілттің бәрі анау теңіз жақта болады. Рахмет. Мына кісі кім? Суретіне қарағанда атақты аталардың бірі шығар, я? Я, бұл атақты күйшіміз Қазанғап Тілепбергенұлы. Құландыда туып өскен, домбыраны жан серік еткен Қазанғап атамыздың қызыл керуен, майда қоңыр, учитель, өтті-ау дүние, көкіл сияқты күйлері бар. Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет, достар. Мына кеме неге жүзбейді екен, Әлде істен шығып қалды ма екен? Анау атадан барып сұрап көрейінші. Саламатсыз ба, ата? Жаңа аялдамадан түссем, Арал деп жазылып тұр. Бұл қандай мекен? Тарихына қатты қызығып тұрмын. Бақытты бол, балам. Ақ-алтынның отаны бұл Арал. Кел, жақынырақ отыр, таныстырайын. Қызылорда облыс аумағындағы Арал ауданы 1929 жылы аудан ретінде құрылған. Ал Арал қаласы 1901-1905 жылдары негізін қалаған. Арал бұрын Алтықұдық деп аталған. Ең бастысы, ашаршылық жылдары Арал балықшылары Поволжье халқына 14 вагон балық жөнелтіп, ашаршылықтан құтқарып қалған. Аралым, айдын шалқарым, құт береке өнген жер. Тарихта қалған таңбасы, көсем көңіл бөлген жер. Өз қолымен жазылған қасиетті хаты келген жер. Ананың сөзі дем беріп, қайратқа жігер қосылып, іспенен жауап берген жер. Талай тарлан ерлердің кіндік қаны тамған жер. Ақтан батыр Жанқожа халқына қорған болған жер. Молда Бәйім Жетестің аяулы қазақ ақыны Зейнолла туып жанған жер. Әйгілі болдау әлемге Әбжәміл жазған қанмен тер. Аралым міне осындай өнермен дәулет қонған жер. Рахмет, ата. Өте қызық екен әңгімеңіз. Бірақ мен тасты табуым керек. Қайдан іздесем екен, ата? Сен ол кілтті анау тұзшылар қалашығынан сұрап көр, айналайын. Жарайды, ата. Сау болыңыз. Қандай керемет! Мына кристалдарды қораптарға салып қойғансыздар ма? Жоқ, балақай. Бұл кәдімгі тұз ғой. Тұзды қалай таптыңыздар сонда? Сонау 1870 жылы тау инженері Палым алғаш рет Арал тұз қорының барын анықтаған болатын. Сонымен Арал өңіріндегі тұзды жерлерден тұз қазу жұмысын бастаған. Ал 1901 жылдары Арал теңізі станциясының жанынан алғаш рет сульфатниктердің барын анықтаған болатын. Балақай, бұл жерден әйгілі Аралдың ас тұзы шығады. Ой, қандай керемет! Мен бұл жерге арман кілтін іздеп келіп едім. Сен Қамбаш көлінің жағасынан табасың ау. Жарайды. Қандай керемет! Суының мөлдірін-ай, самал желімен демалайыншы отырып. Ой, алтын балық, менің арманымды орындашы. Келмедің ғой? Онда мен өзім қарап отырғанша суға түсейін, сергіп алайын. Алтын балықты ұстап алайын, арманымды орындап берсін. Алтын балық, қолыма түспедің. Енді не істесем екен? Секірем әрине. 1, 2, 3. Ой, мұнда не тиді аяғыма? Алтын балық, өзің келдің бе, алтын балық? Өтінемін сенен, арман кілтін тауып берші, алтын балық. Әрине тауып беремін. Арман кілтін тек жақсылықтарға жұмсайтын бол. Жарайды. Тағы хат, не деген көп хаттар мұнау? Жарайсың, балақай, сен сүрінбей өттің. Енді бұл заттарды қорапшаға салып,
келесі тапсырманы орындауға дайындал. Ендігі баратын жерің қазыналы қазалы. Ол жерден сен сенім кілтін табуға тиіссің. Мұңайма, алға! Достар, мұнда не болып жатыр? Ана бала қараусыз қалған ба? Жоқ, ол бері өтейін десе жолда айдақап тұр. Біз бәріміз не істерімізді білмей тұрмыз. Қап, не істесем екен, есіме түсті. Қорықпаңдар достар, менде арман кілті бар. Ол кез келген арманыңды орындай алады. Онда тезірек әкел, көмектесейік. Міне достар, арман кілті ғажап күш, жамандыққа қарай ұш! Сәлем досым, мені құтқарғаныңа рахмет. Сәлем, оқасы жоқ. Кел, дос болайық. Атың кім? Менің атым Мәди. Жақсылығыңды қалай өтесем екен деп тұрмын. Сенің атың кім? Мен Арумын. Мен алтын кілтті іздеп жүрмін. Ендеше мен саған көмектесейін. Алтын кілтті бірге іздейік. Жарайды, кеттік ендеше. Жүр Ару. Бізді алда ұзақ та қызық жол күтіп тұрған сияқты. Я, Мәди, оған сөз берем. Ендеше жолда менің атамның үйі бар. Сол үйге соғып, әлденіп алсақ қалай қарайсың? Мен қарсы емеспін. Рахмет достар. Мен сендерге ризамын. Көмектескендеріңді ешқашан ұмытпаймын. Кел достым. Бұл үйде менің атам тұрады. Мұнда шұбат, қымыз, құрт, ірімшік бәрі бар. Оларды біз жейміз бе? Я, шұбатты жейміз, ірімшік құртты жейміз. Олар таза табиғи өнімдер. Бізге көп күш қуат береді. Керемет екен. Әрине, бұл тағамдарды біздің ата-бабаларымыз пайдаланған. Өздері нәрлі және ұзақ уақыт сақтауға болады. Мәди, оларды қайдан сатып алған? Ару, оларды сатып алмаған. Олардың бәрін жаңа ғана көрген түйелер мен сиырлардан, биелерден алған. Менің атам қазір қорада мал жайғап жүр. Жүр, кіріп әлденіп алайық. Сәлем Мәди. Ал мына бала кім? Бұл көрші Қанат. Сендер бәрін таниды екенсіңдер. Ал бізде қалада олай емес. Енді ауыл кішкентай болған соң біз бәріміз араласамыз. Бір-бірімізге көмектесеміз. Я, тату екенсіңдер, көрініп тұр. Сонда мына үйді атаң өзі салып алған ба? Жоқ, бұл қазақтың киіз үйі. Жайлауға шыққанда тігіп аламыз. Бұл да ата-бабаларымыздан қалған асыл мұралардың бірі. Көшкенде алып жүруге өте ыңғайлы. Таң қалып тұрмын. Іші өте әдемі екен. Әдейі дизайнерлер шақырған ба сонда? Ару, біздің бабаларымыз өте талантты да тапқыр болған. Осылардың бәрін бізге өздері көрсетіп тастап кеткен. Бұл мұраларға ешқандай елдің дизайны тең келе алмайды ау. Рас айтасыңдар достар. Міне, қарашы Ару, мынау шаңырақ. Бұл киіз үйдің төбесі. Ол дөңгелек. Ата-бабамыз оны шексіздікпен байланыстырып, күн бейнесінде алған сияқты. Яғни біздің төбемізде үнемі күн күліп тұрсын дегені. Достарым, шынында мақтануға тұрарлық екен. Ал мынау
киіз үйдің керегесі. Бұл жаңағы шаңырақтың астындағы уықтан кейін тұрады. Түсіндім. Бұл үйдің қабырғасы ғой сонда, иә? Иә, дұрыс айтасың, Ару. Үйдің үлкендігіне орай 4 қанат, 6 қанат, тіпті 12 қанат үйлерде бар. Керегенің мағынасы өте терең. Ұрпағымыз бір-бірінен алыстап кетпесін деп, оларды бір-біріне айқастыра қаққан. Жұмылып бірге жүрсін деген болар. Мәди, менің есіме түсіп отыр. Үлкендер осы кереген кең болсын деп бата береді ғой. Иә, ол біздің көп болғанымызды қалағандары ғой. Ал мынау Ару, қазақтың қара домбырасы. Қазақта тіл жеткізбегенді күй жеткізеді дейді аталар. Білемін, Мәди. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Жарайсың, достым. Қанат, Мәди, уақыт біраз болған сияқты. Жол мұраты жету болса, жолға шықсақ қайтеді? Әрине, жиналайық ендеше. Достар, жолдарың болсын. Сәттілік серік болсын.